Қазақстан газеті 1911 жылдың 10 наурызынан 1913 жылдың қараша айына дейін жарық көрген қазақ басылымдарының бірі. Ең басында Орда қаласында орналасқан алғашқы газеттің 2 саны Астрахан қаласында басылып шықты. 1911 жылдың соңында газет Орал қаласына көшіп, осында 1913 жылға дейін 18 нөмірі жарық көрген. Редакцияның Орал қаласындағы мекен жайы Сахмар мен Самар көшелерінің қиылысындағы Хохлачев үйі болатын. Қазіргі адреске алғанда Чапаева көшесі 39. Газеттің бас редакторы Елеусін Бұйран болатын. Сонымен қатар оған Омар Қараш, Шангири Букиев, Бақытжан Қаратаев және Ғабдулғазиз Мұсағалиев сынды азаматтар өздерінің мақалаларын шығарып отырған. Қазақстан газеті Қазақстан атауын тұңғыш қолданған басылым. Бұған дейін ресми құжаттарда қазақтарды киргиз кайсак деп бұрмаласа, газет редакторлары қазақ атауын қайта жандандыра бастады.